Assalamu alaikum достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді панкейк жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 4 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Және оны бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массаның үстіне шекерді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне табиғи балдан салып, оны да араластырып аламыз. Массамыз бір келкі болу керек. Енді қопсытқышты саламыз. Оны да бір келкі болғанша араластырамыз. Және оның үстіне ұн салып, массамызды дайындап аламыз. Қамыр қою болады. Оның үстіне су құйып, бір келкі болғанша араластырамыз. Табаны отқа қойып қыздырып аламыз. Табаның асты қалың болу керек. Алдымен бір бетін жақсылап пісіріп алған соң, екінші бетін аударып, тағы да пісіріп аламыз. Панкейктеріміз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Осы панкейктердің ішіне енді начинкасын саламыз. Мен вареный сгущенка қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша начинка қолдансаңыздар болады. Панкейктердің жандары өте жабысқыш келеді. Осылай жабыстырып қоямыз. Панкейк оңай және тез дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.